Жоқ, олай болмайды. Есігін ашып, заңда ойға жазылмаған. О, заңда ойға жазылмаған. Заңда ешқандай машинаға зияны тимеу қажет. Мен машинамды қозғайыншы да? Мен қозғайын, сосын сізге түсінікті қылып айтайын. Халыққа да түсінікті болсын, иә? Так. Так, осылай автокөлік қойдым. Так, мен осылай есікті ашып қойдым. Мына жол, иә? Құжатын алмай, тоқта. Жол, иә? Енді мен осына машина келе жатсам, мына автокөліктің есігі маған зиян тисе, мен сізге келіп айтуға міндеттімін ба, міндетті емеспін ба? Машинаңыз зиян тиді, машинаңызды байқасаңызшы деп айтуға міндеттімін ба, міндетті емеспін ба? Сізге зиян тиген жоқ қой. Зияны тиді. Мына есікті ұстамаңыз, бұл жеке менің мүлкім. Ұстамаңыз, былай қашыңыз. Жоқ. Енді жоқ, сіз маған сіз деп сөйлейсіз, мен сізге сіз деп сөйлемеймін. Мен саған деп сөйлеймін. Сен сіз деңіз. Міне, осылай келе жатсам, осылай есік ашып болса, мына жолдан шықтың ба машина? Құжатты алғаннан кейін, ол үлкен жүк автокөлігі, оны терезесінен ала алмайды. Жоқ, олай болмайды. Есігін ашып, заңда ойға жазылмаған. О, заңда ойға жазылмаған. Заңда ешқандай машинаға зияны тимеу қажет. Мен мысалға мына шеттен келе жатсам, мен есігін тисеші, мен қашып жетсін. Жоқ, олай айтпаңыз. Мен қашып жеттім. Мына жерде видео полный жазылған. Видеода машина ішінде. Мен дәлелдей аламын. Мынау заңды ма, заңсыз ба? Сіз айтыңызшы. Заңды. Мен жасаған әрекетім заңды. Заңсыз болса ар жазыңыз бар. Точно заңды ма? Иә, заңды. Міне халық. Мына жігіт, мен бұғайна машина қойып қойсам, есікті ашып қойсам, заңды екен. Міне. Если көшеде құжатты алғанға дейін мен олай емес. Мен соған кейін жолдың шетіне шығарады. Жоқ. Ода тұрған ештеңе жоқ, сіз көріп тұрсыз. Жігітсің ба? Басқа да автокөліктер тоқтап отыр, иә? Жігітсің ғой, иә? Мойындасайшы. Өзің кінәң мойында. Мынандай болатын болса, сонда заңды ма мынау? Заңды ма? Тұрған жоқсың ба? Кімге мешайт етіп отырсың, мысалға айтшы. Кімге мешайт етіп тұрсың ба? Мынау мешайт етпей ма? Кімге мешайт етіп отырсың? Мешайт етіп отырса данный момент. Сенші, мешайт етіп отқан жоқпын ба? Кімге мешайт етіп отырсың? Мына жол емес па, үлкен жол? Қазір машина қақып кетсін десейсің. Жерде машина жап-жарық емес па енді? Мені көретін ба? Мен тақштай адам емеспін ғой. Басқа не мақсат? Құжатыңыз бар ма? Көрейік. Жоқ, не үшін ол құжат? Транзитіңізді көрейік, қашан кіргенін. Жоқ, мен заңды бұздым ба? Мен сізге айтып тұрмын ғой. Тоқтату себебімді айттым. Сіздікі жоқ, тоқтату себебі, одан тоқтатқан жоқсыз. Автокөлік. Олай. Тексереміз. Қандай да бір себепсіз. Тоқтату негіздерін көрсеттім ғой саған. 9 тоқтату негізін көрсеттім. Соның 9-шы тармағында көрсетілген. Мен заңды бұздым ба? Автокөліктерді. Мен заңды бұздым ба? Бұзбаса да автокөлік тоқтатуға. Маған 102-ден адвокат қажет. Маған соғыңызшы. Қандай адвокат? Адвокат, маған адвокат осы заңды ма, заңсыз ба тоқтатып отқан соны білейік. Өзіңіз соғыңызшы, 102-ден дейді сізге. Мен телефон бос емес, өтініш сіз соғыңызшы. Өзіңіз соға беріңіз. Сізден көмек қажет, соғыңызшы, өтініш. Сізден көмек қажет. Да, алло. Мен Қазақстан азаматы болып, мен сізден көмекке жүгінемін. Давай, қазір. Құжат бар ма сізде? Құжатым түгел. Мен кеше ғана СПК-дан шыққан адаммын. 102-ге соғып сұрай беріңіз. Осындай мен тоқтатты, заңды ма, заңсыз ба, транзит деп тұр. Бұл 9 себеп бар, негіз бар дейді. Сіз басқа мақсатпен келдіңіз. Сіз ана жігіттік белгіңізге намыс тиіп кетті да, сол үшін намысын тиіп кетті. Мен не қыл деп жатсың деп. Ау. 1097-06. Қасыңыздағы адам қайда? Тасып кеттіңіз ба? Неге тасып кеттіңіз оны? Адам тұрыс ол жерде, автокөлік тоқтатты. Жалғыз өзін не үшін тасып кеттіңіз? Анаған қазір басқа да адам келіп зақымданып зиян тисе не істейсіз? Олай тасып кетуге болмайды ғой сізді. Мына машина өтті, мына қашып өтті да. Ол зиян тиеді. Мынау екінші полосаға шығып кетті. Жоқ, қашқан кезде ана полосаға тиеді. Шықты. Видеоға жазып қалды. Видео жазсыншы, қазір тағы да машиналар өтеді ғой онда. Қазір жазамыз. Қазір мынау зиян тие ма, тимей ма? Да, о. Не істейсіз, болды ма? Босын ба? Жоқ, бос емес. Қайдан білемін? Бар ма, жоқ па? Түгел. Жеткізейін.
Тек куәлік қажет па? Жүргізуші куәлігіңізді көрсете қойыңыз, техпаспортыңызды көрсетіңіз, айтып көрсетіңіз енді менікі қазақстанский учет деп. Транзитте жазып тұр, бірақ былай қарасам номеріңізде. Қазақстанский учет емес. Қазақстанға қойылған мына машина уже. Таможнядан ақшасын төлеп, если мынау Қазақстанның машинасы болмаса, бұны ол Қазақстан ақшасы ғой. Машинасы ғой. Учетқа қойған жоқсыз ғой әлі. Учетқа қоям ба неме? Ақтауға жеткенде қоям ба? Оған сен не шатақ olur? Сен шатағың болмас па оның? Сізге қазақ учет емес дедім бұл әлі. Қазақ учет емес. Қазақстанның машинасы, бұған заңды мен ақшамды төледім. Миллион теңге ақшам кетті. Енді бұл Қазақстанның машинасы. Басқа не қажет? Жүргізуші куәлігіңізді көрсетіңіз, транзит техпаспортын көрсетіңіз. Басты тоқтату себебіңіз? Осы себебі. А? Транзит автокөлігіңіз. Точно ма? Иә, 9-шы тармақта көрсетілген тоқтату негіздерін. Транзит автокөлігін тоқтатамыз, тексереміз. Бармақ жатыңыз. Точно 9-да жазылған ба? Иә, жазылған. Жаңа 9-да ол шетел автокөлігі деп жазылған. Мен шетел автокөлігі емес. Мен Қазақстан автокөлігі. Қазақстанға тіркелген жоқ әлі. Сол себепті шетел автокөлігі болады. Қашан сіздікі кәдімгі қазақ номер аласыз? Халықтікіндей, сол кезде сіздікі Қазақстан қазақ учет болады. Сен баллоң неге тозып кеткен осы? Ол ешқандай да тозбаған. Кеш? Бар, есепте көрсетіп. Кеш? Еще зимний аяқ қой мынау. Қайда зимний? Мынау не мынау? Мынандай аяқ. Мынандай аяқпен айдауға бола ма машина? Неге болмайды? Бұған мұнда мен? Оның несі бар? Біз айдасақшы. Сіз айдасаңыз не бар? Сізге біреу бірдеңе деп жатыр ма? Баллоныңызға? Иә, тисек бізге де. Мына мен айдауға бола ма? Мынандай аяқпен? Айдауға болмайды ғой, аяғың ескі ғой сенің. Кеш. Мынау не үшін жанбайды? Мемлекеттік белгінің. Сіз заңнан тауып беріңізші, осы мемлекеттік белгі жанып тұру керек дегенде. Ондай жоқ па? Жоқ, алып тастадым. Мен сізге айтайын, любой Қош, заңды оқымағансың ғой сен өзің. Номер освещения дейтін жоқ ондай заңда. Точно ма? Тағы да айтамын, номер освещения жанбайды деген заңда көрсетілмеген. Ешбір ГАИ қызметкері сізді номер освещения үшін әкімшілік хаттама жасақтай алмайды. Себебі заңнан алып тасталған. Любой жерден барып сұрап, любой жерден барып қарауыңызға болады. Бол, интернеттен қараңыз. Босың ба? Жоқ, бос емес, жүргізуші куәлігіңізді көрейік. Ескі жақындашы, ескі.